Үшінші дәріс қоршаған орта туралы ғылым пәні. Дәрістің тақырыбы жер планетасының болмыстық ерекшеліктері. Бүгінгі қарастырылатын сұрақтар жер планетасы күн жүйесіне құрамына кіретін планеталар қатарында. Жердің және ішкі және сыртқы геосфераларының негізгі сипаттамасы мен химиялық құрамы. Кеңістік пен уақыт жөніндегі алуан түрлі ұғымдар бүкіл болмыс пен бізді қоршаған ғаламды құрайды. Әлемдегі зат атаулының басым көпшілігі жарқыраған алып шар тәрізді плазмалық денелер жұлдыздарда шоғырланған. Жүздеген миллиард жұлдыздардан тұратын жұлдыздық жүйелер галактиканы түзеді. Осындай галактикалардың бірі құс жолы болып есептеледі. Оның диаметрі шамамен 100 000 жарық жылына тең. Ғалымдар ғарыштағы қашықтықтарды шамалауда жарық жылы деп аталатын өлшем бірлігін пайдаланады. Ол жыл ішінде жарықтың жүріп өтетін қашықтығына тең. Егер жарық жылдамдығы 300 000 км секунд екендігін ескертсек, ғарыштағы аспан денелерінің бір-бірінен қаншалықты алшақ орналасқанын шамалауға болады. Мысалы, жерден сүмбіле немесе Сириус жұлдызына дейінгі қашықтық 0,182 жарық жылына тең. Ал күн құс жолының орталығына 32 000 жарық жылына тең қашықтықта орналасқан. Құс жолы әсіресе айсыз күзгі аспанда анық байқалады. Мұнда ғаламдағы мың сан жұлдыздардың бірі болып саналатын күн орналасқан. Күн бұл алып жұлдыз. Күн және оны айналып жүрген мыңдаған аспан денелері бірігіп, күн жүйесін түзеді. Күн жүйесінің жалпы массасының 99,9% күнге тиесілі. Күннің салмағы жердікінен 333 000 есе, көлемі 1,3 миллион есе үлкен болып саналады. Күн жүйесі өз кезегінде ергежейлі карлик жұлдыздардың бірі болып есептеледі. Бұл, яғни салыстырмалы түрде басқа галактикалардың бірі болып қана саналады. Жоғарыда атап өткендей, күн және оны айналып жүретін көптеген аспан денелері бірігіп күн жүйесін түзеді деп айттық. Күн жүйесі бір алып жұлдыз күн, 9 планета, 60-тан астам серіктер, миллионнан астам кометалар мен астероидтардан тұрады. Ең қашық планета Плутон болып саналғанмен, одан да қашықтықта жатқан басқа планеталар болуы ықтималдылығы, яғни естен шығарылмайды. Планеталар аралығы өте сиреген газдар мен космос шаңынан тұрады. Егер жерді күн жүйесінің планетасы немесе аспан денесі ретінде қарастырсақ, ол дискі тәрізді айналып тұрған газды шаңды бұлттан тұрады. Күн жүйесі бұдан 4,7 миллион жыл бұрын пайда болған деп саналады. Қазіргі кезде осы бұлттың температурасына деген көзқарас бойынша зерттеушілердің бірнеше пікірі бар. Олардың бір тобының ойы бойынша, мысалы Гольдшмидт, Джеффрис, Весенкоп және басқалары протопланеталық бұлт ыстық болған деп санайды. Ал зерттеушілердің екінші тобы, бұларға Вернадский, Шмидт, Руби, Виноградов жатады. Ол бұлт суық болған деп есептейді. Қазіргі түсінік бойынша жер ядросы күн жүйесі дамуының бастапқы стадиясының металл бөлшектердің негізінен темір аккрециясы әсерінен пайда болған. Жердің өз көлемін ұлғайтуы жайлы болжам, жер планетасының геологиялық уақыт тұрғысынан даму процесі мен оның өз көлемін ұлғайтуымен ұштаса өрбейді деп дәріптейтін болжам. Бұл болжамға сәйкес, планета көлемінің уақыт өткен сайын ұлғая беру мүмкіндігі екі бағытта жүзеге асуы мүмкін. Бірінші бағыт.
планета көлемінің бірте-бірте ұлғаюы оның массасының біртіндеп өсуімен орайлас. Бұл жағдайда планета көлемінің ұлғаюына тигізер сыртқы денелер әсермен қатар гравитациялық энергияның материалды массаға айналу мүмкіндігі де жоққа шығарылмайды. Екінші бағыт. Жердің даму барысында оның массасы өспейді, алайда планетаның ішкі өңіріне тиесілі заттардың тығыздығының біртіндеп босай түсуі оның көлемдік салмағының ұлғаюына әкеліп соқтырады. Жер шары жерді айналып тұрған 9 ғаламшардың бірі. Орташа радиусы 6371 километр. Жердің экватор бойынша шеңбер ұзындығы 40 000 километрге тең болып саналады. Мөлшері бойынша жер планетасы шолпан планетасына сәйкес келеді. Ал Меркурий, Марс және Плутон планеталарының радиусы жерден шамамен 2 есе аз болса, басқа күн жүйесінің планеталары жерден 3, 4, тіпті 11 есеге дейін артық. Жердің орташа тығыздығы 5,152 грамм сантиметр куб болады. Ал шолпан ғаламшарын алып қарасақ 5,9, Марс ғаламшары 3,9, Меркурий 5,4. Қалған планеталардың тығыздығы жермен салыстырғанда 4-6 есе кем екен. Жер өз өсінен орбита бойымен 29,7 километр секундына жылдамдықпен орташа күн тәулігі ішінде күнді бір рет айналып шығады. Күнді айналу периоды 365,24 сағат. Орташа күн. Жердің күннен қашықтығы 149,16 миллион километр қашықтықты есептейді. Бұл қашықтық біздерге астрономиялық бірлік деген атпен белгілі. Сонымен бір астрономиялық бірлік 149,16 миллион километр қашықтыққа тең екен. Көбінесе астрономиялық өлшеулерде планеталар аралығындағы қашықтықты есептегенде, яғни астрономиялық бірлік, яғни жермен салыстырғандағы қанша есе қашықтықта жатқаны қолданылады. Жердің күннен қашықтығы қазіргі кездегі қоршаған ортаның, яғни жердің тіршілік пайда болуының анықтайтын белгілі бір параметрлердің бірі болып есептеледі. Себебі бұл қашықтық негізгі энергетикалық параметр жерге келіп түсетін күн сәулесінің мөлшерін анықтайды. Жерге күн сәулесінің 2 миллиардтан бір бөлігі ғана жетеді. Бұл мөлшерді күн тұрақтылығы деп атайды. Осы энергия мөлшері жер бетінде өтетін барлық процестер мен термодинамикалық жағдайларды реттеп отырады. Жер күн тектес ғаламшарлардың қатарына жатады. Яғни басқа ғаламшарлармен салыстырғанда мөлшері мен массасы бойынша 5-ші орында. Жердің тығыздығы оның массасына байланысты. Жердің тығыздығы, яғни 5,100,976 көбейтілген 10-24 дәрежесіндегі килограммға тең. Осындай масса ғана жер атмосферасын ұстап тұрады. Гравитациялық күш неғұрлым жоғары болған сайын, атмосфера массасының көлемі мен массасы да жоғары болады. Қазіргі кезде жер планетасына туындауынан тартылыс күші жердегі барлық газдарды, жердегі барлық процестерді өзіне тартып ұстап, яғни олардың космос кеңістігіне ұшуына кедергі жасайды. Жеңіл газдар, мысалы гелий немесе сутегі, олар жер атмосферасынан жердің тартылыс күшінен ұшып шығады. Міне осыған байланысты көбінесе басқа планеталар немесе планета аралық кеңістіктердің атмосферасы сутегі және гелий басым бөліп есептеледі. Жер бетінің ауданы 510,12 дәрежесінде метр квадрат, немесе 510 миллион шаршы километр деп есептеледі. Оның ішінде мұхиттар мен теңіздердің ауданы
362 миллион километр квадратқа тең болса, құрлық ауданы 149,1 миллион километр деп есептейді. Яғни, мұхиттар мен құрлықтың салыстырмалы мөлшерін алған кездерде жерді тіпті су планетасы деп атауға да болады. Жер қабатын құрайтын заттардың орташа тығыздығы 5,5 грамм сантиметр деп атап өттік. Яғни бұл тығыздық граниттен 2 есе тығыз. Ал жердің ең беткі қабаты жер қыртысының орташа тығыздығы 2,65-3,13 грамм сантиметр куб мөлшерінде. Құрлықта мұхиттармен қоршалған ірі құрылымдық генетикалық бөліктерді материктер деп атайды. Жер бетінде 6 материк бар: Евразия, Африка, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида және Австралия. Жер бетіндегі құрлықтың орташа биіктігі 840 метрді құраса, мұхиттардың орташа тереңдігі 3600 метр. Жер бетін шарында 4 мұхит бар: Тынық, Атлант, Үнді, Солтүстік мұзды мұхит. Яғни барлық меридиандар осы солтүстік мұзды мұхит арқылы өтеді екен. Жер бетіндегі ең биік тереңдік, Мариан шұңғымасының тереңдігі 10.924 метр болса, ең биік шың Эверест шыңының биіктігі 8848 метр. Яғни бұл көрсеткіштер жер бетіндегі тірі заттың таралуын анықтағанда және географиялық қабық қарастырғанда ескеріледі. Сонымен жер бетінде тіршіліктің пайда болуы қазіргі кездегі жер бетінде жүріп жатырған барлық процестердің негізі жер планетасының болмыстық ерекшеліктеріне байланысты. Тек қана жерде ғана таза ауа, тұщы су және құнарлы топырақ кездеседі. Бұлардың барлығы да жердің әлемдегі географиялық орнына байланыстылығын анықтадық. Егерде аздап, мысалы, болжам жасасақ, мысалы, қазіргі кезде жердің планетасы күннен қашықтықта немесе алыстап кетсе, келіп түсетін энергетикалық параметрлердің өзгеруі жер бетіндегі барлық процестерде өзгертеді. Немесе жердің тығыздығының өзгеруі, немесе артуы, немесе олардың жеңілдеуі жерді ұстап тұрған тартылыс күшінің әсерінен жер атмосферасын өзгертуі мүмкін. Мысалы, егерде тартылыс күші бәсеңдесе, қазіргі кездегі атмосфераның газдық тұрақты құрамы бұзылады. Міне, сондықтан қазіргі кездегі тіршілікті жер бетіндегі процестердің барлығын жер планетасының болмыстық ерекшелігі анықтайды. Дәріс аяқталды.